елордамызда садақ ату спорт түрінен алғаш рет Нұр-Сұлтан Гран-при халықаралық турнирінің ашылу салтанаты болды. Бұл спорт түрі жалпы елордамызда ғана емес, елімізде ең алғаш рет осындай халықаралық турнир өткізілуде. Осы спорт түрінен осы уақытқа шейін біздің спортсмендеріміз, спортшыларымыз бірталай жетістіктерге жетіп үлгерді. Жаңада бұл олимпиадалық спорт түрі болғаннан кейін халықаралық турнирлер өткізу үшін бізде елімізде жағдайлар жасалып жатыр. Это у нас первый большой турнир, международный турнир, который проходит на открытом воздухе. Участвует 9 стран. До этого у нас был первый турнир, мы стреляли на 18 метров в закрытом помещении. Участвовало у нас 7 стран. Сейчас мы растем, и страны добавляются.